кішкентай бойлары, көзілдірік кисем де көріне қоймады. қандай кішкентай басы, кішкене қолдары. Ал фиксик деген кім екен, құпия ол жағы. Ал фиксик деген кім екен, құпия ол жағы. Ал фиксик деген кім екен, Құпия ол жағы. Пульт. Қара, Симка, бір түймесі басылып қалыпты. Оны қалай шығарамыз? Ирен, Нолик, көмектес. Қане. Міне осылай. Жіберейін. Нолик, тығыл. Нолик, ол пультта кетті. Нолик, қайдасың? Нолик! Фиксиктерге сәлем. Ей, қайдасыңдар? Сәлем, Демдемыч, жақсы келдің. Стевік теледидар пультын алып кетті. Алса қайтем, онсыз да қосуға болады. Онда дәл қазір мультик басталады. Қайдағы мультик? Нолик жоғалып кетті. Пультке жасырынды ма деп қорқам. Стеуктің кесірінен бе? Оның сазайын берермін. Демдемыч, бірдеңе ойлап тапшы. Стеук, кел мұнда. Қайда жасырынды екен? Барып басқа бөлмелерден қарайын. Симка, Демдемыч, мен мұндамын. Мұнда отыра тұрайын. Стеук еш жерде жоқ. Ой, Симка, қайдасың? Көмек қоржынын алып келдім. Ол неге керек? Инфрақызыл сәулемен пультты табу үшін. Керемет! Ол не сонда? Қазір түсіндірем. Қашықтықтан басқару пульттерінде жарық диоды деп аталатын арнайы шам бар. Біз түймені басқанда жарық диоды көзге көрінбейтін инфрақызыл сәуле жібереді. Теледидарда сол көрінбейтін сәулені қабылдағыш бар. Теледидар пульттан қандай бұйрық келгенін түсініп, соны орындайды. Арнаны ауыстырады, не өшіреді. Сәуле көзге көрінбесе, біз оны қалай көреміз? Сол үшін көмек қоржынында арнайы көзілдірік бар. Енді не істейміз? Ноликке айғайла. Бір түйме астындағы тетікті қозғасын. Нолик, қайтсең де түймені басып көрші. Түймені? Оны қалай басам? Қазір! Стев қызақор! Ой! Анау қазір мені пультпен бірге жеп қояды. Ештеңе көрінбейді. Ал мен көрдім. Не ол? Ол анда. Стеуік, кел мұнда. Шұжық жейсің бе? Өз еркіңмен шықпайсың ба? Жарайды. Инфрақызыл сәулемен. Оны көре алмайтыным өкінішті. Неге көрмейсің? Көре аласың. Инфрақызыл сәулені цифрлы фотоаппараттан көруге болады. Қарап көр. Ұялы телефондағы фотокамераны қос. Енді пульттің бір түймесін баста, оған фотокамераны бағытта. Экраннан жап-жарық нүктені көресің. Жай көзге көрінбейтін сәуле шығаратын жарық диоды. Міне, дәл осы. Бұған қоса, пультты айнаға бағыттап, фотокамера арқылы айнадан жарық диодының жанғанын көре аласың.
Бұл дегеніміз көрінбейтін сәуле де айнаға түскенде кәдімгі жарық сияқты шағылады. Бейнек, теледидарды да пультті айнаға бағыттау арқылы басқаруға болады. Сенбейсің бе? Тексеріп көр. Біле білсең, төсектің астында ойыншықтарың шашылып жатпаса, пультті былай-ақ табар едік. Жинаймын ғой оларды. Алдымен мультик көрейікші. Болды, көрдің бе? Бар жина. Ал фиксик деген кім екен? Құпия ол жағы. Ал фиксик деген кім екен? Құпия ол жағы.